Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Біз кезекті өзіміздің тәжірибемізбен бөліскіміз келіп отыр. Мен осы өзіміздің ішіп жүрген суды бүгін соның pH балансын сіздерге көрсетіп беремін. pH баланс, яғни судың pH балансы 7-ні көрсеткен кезде ол нейтральный болады, ал 7-тен жоғары қарай болатын болса, ол сілтілі болады, яғни шылышыны болады. А егер 7-тен төмен болса, ол кислотный болып есептеледі. Соны бүгін сіздерге тәжірибе жүзінде көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге керегі жидкий тесті және мына универсальный бумаг индикатор. Яғни бізде мектепте осыны химия несінде сабағында көрген боларсыздар. Осы тесттермен мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін бізге керегі өзіміздің күнделікті ішіп жүрген содымыз, ас содасы, және шай қасық керек, және қайнамаған ыстық су керек. Міне біз дайындап қойғанбыз. Ол үшін бір қасық ас содасын аламыз. Стаканға салып, оны жартылай ыстық сумен толтырамыз. Бұл өзіміздің күнделікті ішіп жүрген растворымыз. Қол ерігенше осыны араластырамыз. Яғни толық еруі міндетті. Енді қалған толмаш жеріне біз салқын краннан алынған суды құямыз. Краннан алынған суды. Енді осы суды біз pH балансын тексереміз. Ол үшін содалы суды көрдіңіздер. Осылай құямыз. Содалы су. Және мынау краннан алынған су. Тексереміз. Алдымен біз бұны тексермес бұрын мына суды тексеріп алайық. Содалы суға біз индикатор деп айтамыз. Көрдіңіздер, цветінің қалай өзгергенін. Бұны шкалаға келіп тексереміз. Бұл pH 9 көрініп тұрған болу керек. Соған келіңкірейік. 8-ден жоғарырақ, 9-ға жақынырақ, 10-ға жетпейді. Бұны қоямыз. Енді біз краннан алынған суды тексеріп көреміз. Ол үшін тағы біреуін кесіп аламыз. Кранның суы осында бір батырып аламыз. Көрдіңіздер, суының жасылы өзгерген жоқ, бірақ сары қалпында қалды. Бұны да тексеріп көреміз. Жетіге жетіңкіремей, жетіп те қалар. Көріңіз, 7 мен 6-ның ортасында. Толық 7 демес, толық 6 демес, ортасында. Яғни pH балансын бұл көрсетті. Енді біз мына екі суды жидкий тестпен тексереміз. Бұл арнайы жидкий тест. Осыны тамызамыз. Бір тамшыны тамызамыз. Көріңіздер, енді мынау краннан алынған суға тамызамыз. Көрдіңіздер, енді араластырамыз. Көк су қайналды, сары су қайналды. Міне біздің ішіп жүрген суымыз. pH балансы жоғары, яғни 8 pH-ты көрсетіп тұр. Кранның суы 7-ге жетпейтін, 6-тан жоғары. Енді осы көрсеткен тәжірибе сіздерге ұнаған болса, комментарий жазыңыздар. Комментарийге лайк басыңыздар, лайкқа комментарий жазыңыздар. Енді ұнап жатса айтыңыздар, ұнамай жатса оны да айтыңыздар. Біз осы өзіміздің күнделікті таңғы уақытта ішетін суымыздың pH балансын қандай екенін көрсеттік. Оны мына жерде аздап танылған болу керек. Бұдан да бұны көк су деп айтамыз. Рахмет сіздерге. Келесі біздің тәжірибелерімізде кездескенше. Осы арнаға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Біз сіздерге жауап беруге қашанда дайынбыз. Рахмет.